Бәріңізге сәлем. Бүгін тез дайындалатын таңғы астың бір түрін көрсетемін. Бірінші колбаса мен сырды осылай жұқа етіп турап аламыз. Сосын жұмыртқаға шамалап тұз қосып араластырамыз. Қызып тұрған табаға күнбағыс майын жағып, бір ошау жұмыртқаны құямыз. Кішкене қуырылған соң бір бетіне колбасамызды саламыз. Екінші бетін жауып, орнына аздап жұмыртқаны құямыз. Бұл бетте сырымызды саламыз. Келесі бетіне аударамыз. Тағы жұмыртқа құйып, қуырылған соң колбасамызды саламыз. Осылайша екі бетіне аудару арқылы арасына сыр мен колбасаны салып қатпарлы жұмыртқа қуырамыз. Әр беті шамамен орташа отта 30 секундта піседі. Тағамымыз дайын, дәмі ерекше дәмді болды. Бір бөлігінің өзі бір адамды тойдырады. Таңғы астарыңызды осылай түрлендіріп жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.